Бәлтарза қайырлы күн. Бүгін бізді көпшіліктің сұрауымен ойынға арналған телефон, яғни PUBG, Free Fire деген сияқты танымал ойындарды қиналмай ойнауға арналған телефондар жайлы айтшы дегеннен кейін бүгінгі обзорымыз осы туралы болмақ. Сонымен достар, әрі қарай жалғастырмас бұрын лайктарыңызды аямаңыздар. Лайк деген нәрсе сол бізге мотивация беріп, видеомыз ұнап жатыр, ұнап жатқан жоқ, сондықтан да барынша қолдауларыңызды аямаңыздар. Сонымен кеттік. Әрине біз екі телефон, үш телефон жайында айтайық. Сол біреуі Xiaomi Mi Note 10 Lite, ойынға арналған, онымен де ойын ойнауға болады. Ол туралы біздің обзорымыз шыққан YouTube-қа. Одан кейін Xiaomi Note 9 Pro, ол туралы да біздің обзорымыз шыққан YouTube-қа. Сол екі телефонда ойын ойнауға болады. Бұлар орта баға сегментінде. Бұлармен де қиналмай ойын ойнауға болады. Әрине бұлар кәдімгі кәсіби ойынға арналған телефондар секілді болмаса да, бірақ сіздер кәсіби емессіздер ғой, кәдімгі қатардағы ойнап жүрген, қызығушылық жүрген адамсыздар. Сондықтан да ол телефонда жарай береді. Енді оған уақыт созбастан ол телефондар жайында обзорлар осы видеоның астына сілтеме қойып қоямыз. Соларды кіріп көре беріңіз. Ал біз бұл видеода нағыз кәсібиге арналған Black Shark 3, яғни Xiaomi'нің Black Shark 3 деген осы ойынға арналған телефондарын айтайын деп отыр. Asus-тікінде неге айтпадым деп айтуларыңыз мүмкін, бірақ бірден айтайын сіздерге. Оның бағасы өте қымбаттау, енді сәл орта деңгейдегі болатындай да айтайын. Бірақ мынаның да бағасы мәз емес, бағасы 333 мың теңге, ананікі бағасы одан да жоғары. Егер қаласаңыздар, оған да бір шолу жасап кетейін, сілтемені комментарияға жазып кетіңіздер өз ойларыңызды. Жасайын ба, жасамай-ақ қойын ба. Енді былай қарайғанда, сұлулық бәрінесінде бар, бірақ оны көпшілік адам көре алмайды дегенде бір сөз бар ғой, өз қазақта. Бұның енді ойынға арналған, кәсіби арналған телефонның сұлулығын жалпы ойын ойнап жүрген адамдар жақсы түсінеді деп ойлаймын, жалпы бізге ойынға қараған қатты қызықпайтын адамдарға. Енді салмағы бұның 222 грамм екен, Android 10. Бірақ енді бұл телефонда интернетте қарайтын болсақ, көп пікірлерді қарайтын болсақ, бұның функцияларын көпшілік адамға әлі күнге түсініксіз екен. Бірақ енді айтады, қатты көп шұқылайтын болсаң түсініп аласың. Енді бір көргеннен көпшілік адамға түсінуге қиындық тудырады. Экраны AMOLED, яғни экран жиілігі 270 Гц екен. Бұл өте үлкен жетістік, яғни экран тез жұмыс жасайды, ойын ойнайтындарға бұл өте бір маңызды бір функциясы деп айтсақ болады. Диагонал 6:67, бұл деген сөз бір артықшылық та кемшілік те болуы мүмкін. Себебі экран үлкен, оны ұстап жүруге сәл қиындау, бірақ ойын ойнағанда ол ыңғайлы, бұл бір үлкен бір пайдалы болуы мүмкін. Енді сондайда бір не, енді әркім өзің ойланып жатсын, енді пайдалы ма, пайдалы емес пе. Енді 2 сим карталы 5G, 5G деп атайық, қазақша сөйлейік, 5G. Солай деп айтсақ та, 5G деген ешқандай бір жаңалық емес, қазір уже 2020 жылғы телефондардың бәрі осындай болып шығады. Одан кейін процессоры Qualcomm Snapdragon 865, жедел жады 8 гигабайт, ал жадысы 128 гигабайт. Тағы бір нәрсесі, бұл процессордың әрине 2 жүйелік ылғандыру функциясы бар және ойын жүйесіне ауыстыратын батырмасы бар. Содан соң кез келген ойында жоғары деңгейде ойнай аласың. Ойынға арналған смартфон. Енді жалпы айтқанда бір сөз бар ғой бізде, қарғыс алма, алғыс ал деген. Енді қарғыс алма, алғыс ал дегенде ойын ойнайтындардың, Free Fire, PUBG ойнайтындардың енді бұл алғысынан деген сөзсіз. Енді бағасын білмеймін, оған қарғыс алу да мүмкін, бір жағынан алғысын да алу мүмкін. Бағасы қалай деп ойлайсыздар, қымбат па, арзан ба? 333 мың теңгеге. Өзің ойланып жазыңдаршы. Ойын ойнауға арналған кәсіби, 2 жүйелік ылғандыру жүйесі де бар деген секілді. Сонымен кеттік. Камерасы 3 камера, артқы камерасы 64, 13, 5 мегапиксель. Алдыңғы камерасы 20 мегапиксель. Былай қарағанда бір қарағанда өте үлкен, камерасы өте жақсы түсіреді сияқты болып көрінуі мүмкін, бірақ іске келген кезде жалпы көрпеңе қарай көсіл дейді ғой қазақта. Бұл телефон бір керемет бір видео түсіріп, кәсіби деңгейде бірдеңе істейін деген сәл қиындау, себебі ғаламтор желісіндегі бағана пікірлерді қарайтын болсақ, камерасы өзінің бағасына лайық емес деп айтып отыр. Енді саусақтың ізі арқылы ашу функциясы бар, қуаты 4700 мАч. Бұл деген сөз бағанағыдай ойын ойнайтындарға жетеді. Енді өте қатты көп демес, өте қатты аз демес, орта деңгейде. Енді қасына бір қосымша қуат көздерін алып жүретін шығарсыздар. Өзіміздің шолуымыз аяқталды. Енді қолыңа ұстап көрмесең не қызық деген секілді. Енді қазіргі формат осындай болып тұр.
карантин анау мынау деген секілді. Сондықтан біз осылай жүргізуге мәжбүрміз. Бірақ енді сіздер не ұтасыздар бұл арқылы? Енді бізге сіздерге қарағанда біз көптеген телефон, смартфондарды ұстап көрдік, обзор жасадық, соны зерттеп жүрдік, соның айналысында жүргеннен кейін сіздерге қарағанда бір бас болсын жоғары енді бір бас болсын да сәл де болсын жоғарылау көптеу білеміз ғой былай қараған кезде. Сіздер сияқты көп білмесек те жобамен сәл де болсын жақсылау білеміз. Енді сіздерге сол көпшілік телефондарды ғаламторға шығып жатыр, соның ішінен енді бір дұрыстау нұсқасы, бағасына, өзінің сапасына бәрі лайықтау деген сияқты телефондарды өзіміз таңдап сіздерге шолу жасаймыз. Яғни кемшіліктерін де, бағанағы артықшылықтарын да айтып, бағанағы мысалы ғаламтор жүйесінде шығып жатқан камерасы нашар туралы деген сөз. Одан кейін бағана процессорындағы, бағана функционалын, бағана программасында қателіктер деген сияқты. Сондай нәрсенің бәрін айтып, осының бәрін интернет, яғни ғаламтор жүйесін ақтарудан кейін шығып жатқан енді ақпараттар. Енді осының бәрін жасап, сіздерге толыққанды сығып ең маңызды ғана сіздерге айтып береміз. Мінекей біздің артықшылық осы. Осымен аяқталды. Бүгінгі шолуымыз осымен аяқталды. Енді достар, не істейміз? Комментарий жазамыз, видеоға лайк, комментарий деп жазамыз, келесіде қандай видео шықсын, сол енді жазып беріңіз. Мен міндетті түрде оқимын, жауап та беріп жатырмын, өздеріңіз көріп жатсыздар. Сондықтан да 10 000 оқырманға бірге жеткізейікші. Сол кезде анау Сұлтанбек Технодом дегендердің есігін теуіп кіреміз. Өздері қарсы алып, "О, сіздер келдіңіздер, о" деп деген сияқты. Бірге жеткізейік. Сіздер бар болсаңыздар, мен бар, сіздер жоқ болсаңыздар, біз жоқ. Бәрі сол қазақша контенттің дамуы үшін солай. Сонымен мінекей видеомыз аяқталды. Ұнаған болса лайк, комментарий, каналға тіркеліп қойыңыздар. Міндетті түрде келесі кездескенше қош сау болыңыздар. Қазақша шолу арнасы алғашқы рет осындай форматта. Дегесін.